сага жасап көрсөтмөк боламын. Ал сиздерге аса лайк басып, комментарий калтырып унутпаңдар. Ал эми сизге видеоға кетти. Жашақты сырған жасау үшін бізге керек заттар. Олар ең бастысы осындай жібек жіп, және де екі моншақ, және де оның мынадай шегелері керек болады. Және де безендіру үшін мынадай өзінің темірі болады, және де ілмектері. Ал ендеше видеоны бастаймыз. Және де бізге қосымша мынадай карточкамен және де қайшы керек болады. Ең алдымен бізге карточкаға мынадай жіпті сыртып кетпес үшін скотчпен жасап қоямыз. Және де осы жіпті осылайша 200 рет ораймыз. Және де біз жаңа скотчымызға тағы бір үшін жабыстырамыз. Және де біз осындай кішкене жіп қиып алып, мына бастаған жерімізден емес, мына жағынан байлаймыз. Неге осылайша көп рет ораймыз, алдаймыз. Және де мына скотчымызды алып. Енді карточкадан шығарып аламыз. Және де осыған қарама-қарсы бетінен осылайша қиямыз. Және де мына жіптен осылайша басынан осылайша байлаймыз. Қаттырақ қылып байлаймыз. Мінекей мен осылайша байлап болдым, және де артығын қиып тастадым. Енді бізге манағы шеге керек, шеге темірге. Осылайша дәл ортасына кіргіземіз. Темірді өткізіп болдым. Және де бізге мынадай әшекей темірімізді осылайша кіргіземіз. Енді содан соң біздің жаңағы ақ моншағымызды өткіземіз де. Осы ілмекті өткізіп, мына темірді майыстырамыз. Мінекей менде дайын болды. Және де мінекей екіншісінде дәл осылай жасаймыз. Сонымен бізде